Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Осылай 2-3 ағзаттан холодец деп көрсететін боламын. Бізге ол үшін холодецті бірінші жуып, бір суын жуып, төгіп тастап, екінші суға қайнатып, үстіне сәбіз қосып, тұзын молырақ қып салып, қайнатып аласыздар да, сүзіп, осылай суытып, одан кейін массировкадан өткізіп аласыздар. Сәндігіне қарай өздеріңіз жасай берсеңіз де болады. Мен бір сәбіз жаңа холодецтің үстіне салып жүріп қайнатып алдым да, осылай астына, кесенің астына гүл қылып, жұмыртқа қайнатып, үстіне оны тоже астына теріс қаратып салдым. Былай төңкерген кезде әдемі көріну үшін 7-8 сағат сирақты қайнатасыздар. Мен құр сирақтан үстіне кішкене ет қосып жіберіп істедім. Сосын осылайынан сорпасын бөлек бір қайнатып алдым да, тартылған еттерін үстіне салдым. Ал екінші қалған жартысын сорпасын майын молырақ қылып екінші қайнайтын кастрөлкеге құйып, холодец үстіне салып жеріп, оны екінші тұрғып, оны толық қайнатып, қою қайнағанша араластырып, қайнағаннан кейін табаққа құйып, оны басқа түр қылдым. Үстіне қара бұрыш, дәміне қарай қоса берсеңіздер болады. Қалған артық ешқандай зат керек емес. Ол артық заттар артық дәм болып кетеді. Құр осылайынан істесеңіздер өте дәмді болады. Және кесеге қойғандарыңыз осындай түрі әдемі болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.